Ару өзінің балалық шағын терең күрсініп еске алады. Өйткені аруда айтарлықтай бақытты балалық шағы да болмады. Кішкентай кезінен көрген қорлығы аруды ерте есейтіп жібергендей. Ару кішкентай кезінен әлжуаз, аурушаң болып өсті. Онысымен қоса 7 жас шамасында аруды сиыр теуіп кетіп, қорыққаннан кекештеніп сөйлейтін болып қалды. Енді ғана мектеп табалдырығын аттаған ару үшін бұл өте ауыр соққы болды. Себебі мектепке барып, білім алып, дос табамын деген арманы су сепкендей болды. Бірге оқитын сыныптастары аруды көп мазақтайтын, оны кекештеп, келеке етіп отыратын. Енді ғана өмірдің жаңа баспалдағына көтерілген аруға оңай болмады. Күнделікті қайталанатын осы жағдай аруды мүлдем басып тастады. Ешкімге қосылмай, томсырайып тұйықталып, тек өзі ғана жүретін еді. Не досы жоқ, өзі ғана жалғыздықпен жабырқап өскен арудың күні осылай өте берді. Айлар өтіп, артынан жылдар келе берді. Арудың 8 сыныптан бастап денсаулығында тағы өзгерістер болды. Бұл жолы ару гормон дәрілерін қабылдай бастады. Онысы аруды толдырып жіберді. Енді ғана бой түзеп келе жатқан ару сыныптас ұл-қыздарының ендігі толық, семіз деген сөздерін естіп, одан сайын тұйықталып кетті. Өзімен өзі ешкімге қосылмай тағы жүре берді. Уақытта тоқтамастан сырғи берді. Кеше ғана кішкентай қыз өзінің қалай есейіп кеткенін де байқамай қалды. 9 сынып кезінде арудың сыныбында Айман Шолпан деген егіз қыздар келді. Келген егіз қыздар қарапайым қыздар еді. Оларды да сыныптастары жақтырмай өздерінің қатарына қоспады. Бірақ бұл жағдай ару үшін оңынан шешілді. Өйткені келген егіз қыздармен ару құрбы болды. Неше жылға арманы орындалып, құрбы тапқан арудың қуанышында шек жоқ еді. Міне осылай мектептің қызығы мен шыжығы қатарымен жүріп, 11 сыныпқа қалай аяқ басқанын да білмей қалды. Бұл уақытта сыныптастары есейіп, бұрынғы ара қатынас шамалы жақсарған кезі. Аруда бой түзеп қалған. Нұрбек есімді жігітпен сөйлесіп жүрген кезі болатын. 8 наурыз күні сыныптастар ұйымдастырып отырыс өткізбекші болды. Барлығы дерлік баратын болып келісті. Арудың да барғысы келіп еді, әкесін тастап кете алмады. Өйткені әкесі сол күні мас болып келді. Ал анасы мен інісі төркіндеп кеткен еді. Амал жоқтан қатарынан қалып бармайтын болып шешті. Кеш батып, дала қараңғы болып қалған кез. Ару сыныптастарына қосыла алмай үйде отырған. Кенет әкесі қызының бөлмесіне кіріп келді. Өзі өлердей мас. Келгеннен аруға сөйлей бастады. Басында не айтып жатқанын түсінбеген ару сосын аңғарды. Әкесі аруға қызы емес, құтты бір басқа қызға сөйлегендей әңгіме айтып отыр екен. Әкесі болғанға ару қаншама есіңізді жиыңыз әке десе де еш есі кірер емес. Мастықпен айтып отырған болар, қояр деп ойлады. Бірақ әкесі енді сөзді қойып қызына тиісе бастады. Мұндайды күтпеген ару қорыққаннан мас әкесін итеріп жүгіріп далаға қашып шықты. Жүрегі дүрсілдеп, ентігін баса алмай далада біраз тұрды. Ойының бәрі жан-жақта. Әкесіне ашулы болып тұрды. Мұнысы несі? Не істегелі жатыр? Қуарақтың кесірі деп бір жағынан сыбап алса, екінші жағынан оны қашан қояр екен? Ішпесе тіпті жақсы деп әкесін ақтап алып тұрды. Бірақ сол мезетте үйге қайта кіруге құлқы болмады. Бір жағынан қорқып та тұр. Не керек, есіне Нұрбек түсіп, телефон нөмірін тере бастады. Ол да күтіп отырғандай тұтқаны дереу көтере қойды. Екеуі біраз сөйлесіп, Нұрбек аруға келетін болып шешті. Нұрбек қалада тұратын. Ару қалаға жақын маңдағы ауылда тұратын еді. Ол келгенше сыртта тұра бермесі анық. Өзі әзірге сыныптастарының отырысына келді. Сыныптастармен сағатқа жуық отырғаны сол, Нұрбек келіп тұрмын деп хабарласып қалды. Сыртқа шығып, екеуі сөйлесіп тұрды. Кенет Нұрбек жүрсеңші қалаға, қыдырып қайтайық, отырыстарың біткенше келіп қаламыз деді. Ойланып қалған ару, барсақ барайық, уақытында алып келсең болды деп келісті. Келіскеннің бір жағы әкесіне ашуы тарқамай ерегісіп жасаған іс еді.
Содан екеуі қалаға қарай шығып кетті. Арудың әлі де есінен әкесінің қылықтары кетер емес. Арудың ішін жегідей жеп барады. Өз әкем маған қиянат жасамақшы болды. Аяғы немен бітер еді? Үйден қашып шыққаным дұрыс болды деп өз ойымен әлек болды. Кенет Нұрбектің тамақтанып алайық деген сөзі ойын бөліп жіберді. Басын изеген Аруды Нұрбек кішкене сыраханаға әкелді. Бірінші тамақтанып, артынан Нұрбек сыра ішіп алды. Аруға ұсынған еді, ашумен ол да сыраны ішіп отырды. Бұл Арудың алғаш сыра ішуі еді. Бұрын соңды ішпеген қыз масайып қалды. Есінің бәрін білгенімен денесі босаңсып отыра берді. Уақыт сырғып өтіп жатыр. Бір қарағанда сағат тілі түнгі 3 болыпты. Қатты кеш болып кетті деп ойлаған Ару Нұрбекке үйіне апарып салуды өтінді. Жарайды деп екеуі сыраханадан шығып машинеге қарай жүрді. Екеуі де масаң күйде машинеге отырғаны сол Нұрбек сезімге беріліп Аруға тисе бастады. Ару қарсы болды, бірақ Нұрбек қарсылығына тіпті қарамады. Арудың sıрадан кейін аяқ қолы әлсіреп Нұрбекке шамасы жетпеді. Сонымен арпалысамын деп шаршап та қалды. Соқпақтай жігіт өз дегеніне жетпесе көңілі жай таппайтын анық. Ақыры өз ойындағысын іске асырды. Одан арғысы Арудың есінде жоқ, ұйықтап кетті. Көзіне жарық түсіп жатқаны сол Ару оянып кетті. Сағатына қарады. Сағат таңғы 6-дан кетіпті. Енді ғана бозарып таң атып келе жатыр екен. Дереу есін жиып, Нұрбекті оятып, ештеңе деместен ауылына апарып тастауын өтінді. Нұрбекте үн жоқ. Аруды ауылына апарған күйі қайта қалаға қайтып кетті. Сол кеткеннен мол кетті. Не себепті екені белгісіз, бірнеше ай өтсе де еш хабарласпады. Арудан Нұрбекті іздемеді. Бұл уақытта Ару 11-ші сыныпты бітіріп, оқуға дайындалып жүрген кезі. Бағы жанып, грантқа, медколледжге түсіп кетті. Енді Ару болашақ медбике, жаңа орта, жаңа таныстық. Бұл уақыт Ару үшін қызығы мол кездер еді. Бірінші курсты аман-есен бітіріп, екінші курсқа аяқ басты. Ол кезде ВК желісінің шарықтап тұрған кезі. Аруда сол ВК желісімен Жалғас деген жігітпен танысты. Жалғас Арудың қаласынан еді. Бір қаладан болғанға ма жақын тартып кетті. Екеуі телефон нөмірімен алмасып, күнде сөйлесіп жүрді. 2019 жылы алғаш рет екеуі қалада кездесті. Күнде сөйлесіп жүргенге Ару Жалғасты көргенде ескі танысын көргендей болды. Қатты жақын тартты. Бірақ Жалғасты бір көргеннен ұнатып та қалған еді. Жалғасын да ұнатқаны көзінен көрініп ақ тұр. Бір-бірінен көздерін алмай қарайды. Екеуі ұзақ әңгіме дүкен құрып, серуендеп түнгі қаланы аралады. Ертесіне Ару жұмыстарымен өз ауылына жол тартып кетті. Жалғаста Аруды ұнатқаны сонша, Арудың ізімен сол ауылға қонақ болып келді. Күнде кешкісін кездесіп, сөйлесіп жүрді. Әңгімесі жарасып, күнде бір-бірін көрмесе тұра алмастай халге жетті. Сезімдері махаббатқа ұласты. Бірақ бұл махаббат тағы көпке созылмады. Сезімін білдіріп, жақсы көретінін айтып жүрген Жалғас 2 айдан кейін ұшты күйлі жоқ болды. Ешқандай хат-хабар болмады. Бұл кезде Ару оқуына кеткен еді. Бұл жағдай Аруға қатты соққы болды. Оқуға деген еш сауқы болмай, онысы да жайына қалды. Жауапсыз махаббаттан қатты қиналды. Күндіз түні тек Жалғасты ойлап жылаумен күні өтіп жатты. Өйткені Ару Жалғасты қатты сүйіп қалған еді. Болашағын Жалғаспен елестетіп отыратын. Бірақ қанша қиналса да қайтып келген Жалғас жоқ. Бір ай оқудан қалған Ару амал жоқ қайта есін жиып оқуына барды. Бұл кезде карантине енді басталып жатқан кез. Оқулары қашықтан оқуға ауысып, қайта ауылына қайтты. Солай жүріп, 2-ші курсты да аяқтады. Біраз уақыт ауылында болған Ару ауылда жай жатқанша жұмыспен айналысқысы келді. Қасына құрбысын ертіп, қалаға барып бір кафеге даяшы болып жұмысқа тұрды. Екеуі бір пәтерде тұрып, жұмыс жасап жүрді. Істеп жатқандарына біраз айдың жүзі болған.
Бір күні өздері оқитын қалаға құрбысы жұмыстармен бармақшы болды. Ару құрбысын қимай шығарып салып, үйіне қарай қоғамдық көлікке отырды. Отырғаны сол, көзіне жарқ етіп өзіне таныс адамды байқады. Иә, бұл Жалғас еді. Сүйемін, жақсы көремін деп жоқ болып кеткен Жалғас. Қаншама күнді ұйқысыз өткізіп, хабарласып қалар деп күткен Жалғас еді. Ару бірден жүгіріп барып, қайда жүрсің? Неге хабарсыз кеттің деп айтқысы келді. Бірақ қоғамдық көлікте адам көп болған соң қасына бара алмады. Тұрған орнынан қимылдай алмай қалды. Құтты аяғына тас байланып қалғандай. Не керек, жолда Жалғас түсіп қалды. Ойындағы сұрақты Ару қойып та үлгермеді. Бірақ одан кейін де қай жерде жүрсе де Жалғасты көзімен іздеуді шығарды. Жолығып қалармын, осы қалада жүр деген бір үміті өшпей тұрды. Қаншама іздегенмен таба алмады. Сосын күдерін үзген Ару жұмысымен алданып қайта жүре берді. Көп ұзамай оқуында басталып қалатын уақыты болды. Енді 3-ші курсты қашықтықтан емес, барып оқитын болды. Жұмыстан шығып қайта оқуына барды. Барғаннан бірге оқитын группаластармен бірге тұрды. Күнде сабағына барып келіп жүрді. Уақытта зымырап өтіп, жаңа жылда келіп қалды. Бірақ бұл жолы Ару жаңа жылды үйінде емес құрбыларымен өткізді. Қасында неше адам болса да өзін жабырқаулы сезінді. Өйткені былтырғы жылы Жалғаспен сағаттап сөйлесіп, жаңа жыл кереметтей болып еді. Өзінің сезімін білдіріп, өмірдің мәні бардай сезілетін. Биылғы жыл тым-тырыс, ешқандай қызығы жоқтай өтті. Қанша Жалғасты ойламаймын десе де, жүрегі шіркін Жалғас деп тұрды. Солай уақыт өтіп, ақпан айының 20-сы да келіп жетті. Бұл күн Ару үшін ұмытылмастай күн. Өйткені Жалғаспен сөйлескен соңғы күн. Күндікпен көңілі жабырқаулы жүрген Ару бір жыл бұрынғыны ойлап отырды. Кенет ВК желісіне кіріп Жалғасқа хат жазды. Өзінің әлі де сүйетіндігін жасыра алмады. Осы уақытқа дейін сағынғанын, көргісі келетін, ішінде тұншығып жатқан барлық сезімін білдірді. Сезімге толы хатты оқығанда Жалғас та шыдай алмады. Аруға жауап қайтарды. Кешкісін сымтетік арқылы сөйлесетін болып шешті. Кешкісін Жалғас хабарласып, екеуі ұзақ сөйлесті. Ару көкейінде тұрған сұрақты қойып, ақыры жауабын алды. Осы уақытқа дейін неге жоқ болып кеткенін барлығын сұрады. Қапарсыз кеткені Жалғастың анасы қарсы болған екен. Неге? Не себепті екені белгісіз. Оны Жалғастың өзі де білмейді. Тек Арумен қарым-қатынасты дегенге ұқсайды. Не керек, екеуі ұзақ сөйлесті. Ішіндегі жатқан ешбір сыры қалмады. Барлығын ашық сөйлесіп, бір-бірін түсінгендей болды. Ақыры Жалғас кешірім сұрап хабарласатын болып тұтқаны қойды. Сол күні Ару қуанып өзара түсіністік енді барлығы бұрынғыдай болады деп өзін сендірді. Алайда бұл жолы да Жалғас тағы хабарласпады. Хабарын, қоңырауын күткен Ару күте-күте хабарласпасын біліп, үмітін бір жола үзді. Енді хабарласпайтынына көзі жетті. Өмірін қайта Жалғассыз жалғастыра берді. Көп ұзамай диплом алатын уақыты келіп, бір жапырақ қағазды қолына ұстаған күні Ару ауылына қайтты. Ауылда көп болмай 2021 жылдың қыркүйек айында Ару қайтадан Астана қаласына жол тартты. Әсем қалаға барып, барлығын ұмытып, жұмысқа тұрып, жаңа өмір бастағысы келді. Жұмыстың, пәтердің барлығын сымтетік арқылы тауып қойған Ару Астана қаласына келіп орнығып алды. Келесі күн-ақ жұмысқа кірісіп те кетті. Бірақ ауылдан шыққан Ару орыс тілінде шорқақ еді. Сонысының кесірі тиіп, алғашқы орналасқан жақсы жұмысынан айырылып қалды. Бірақ көп уақыт өтпей зертханадан жұмыс тапты. Жұмыс уақыты таңғы 7-ден түскі 15:00-ге дейін болды. Сондықтан жалақысы да аз мөлшерде еді. Бірақ жұмыс тапқан Ару бұл жұмысқа да қанағат тұтып жүре берді. Көп уақыт өтпей Биго Лайф арқылы Ислам деген жігітпен танысты. Ол жігітте Арудың туып өскен қаласынан болып шықты. Уақытша
Астанада құрылыста істеп жүрді. Екеуі бір қалада жүргендіктен жолығып жақынырақ танысты. 2-3 кездескен соң Ислам Арудың өмірінде бір құпия барын сезді де басты сұрақты қойды. Ару, сенің өміріңде қандай да бір өкінішің бар ма деп сұрады. Бұл сұрақ Аруға ауыр болғанымен айтуды жөн көрді. Өйткені Исламға сенім артуға болады деп ойлады. Өзінің басында не жағдай болғанын ешбір сырын бүкпей айтып берді. Мұқият тыңдап отырған Ислам Аруды жазғырмады. Тек бәрі жақсы болады, еш уайымдама деп сөз жәрдемін берді. Бірақ барлық сырды білсе де Ислам Арудан бас тартпады. Сезімін білдіріп, ұнатып қалғанын айтып жүрді. Кейде қаржы жағынан қиналса, онысына да көмектесіп жүрді. Өйткені сол уақытта Ару кішкене қиналып жүрген. Ата-анасына салмақ салғысы келмей, кредитке телефон алған. Сол қарыздарын жабуға көмектесетін. Бір күні Ислам Арудың қиналып жүргенін көріп, бірге тұруға ұсыныс жасады. Екеуміз екі жақта пәтерге көп қаржы жұмсап жатырмыз. Екеуміз түбінде үйленеміз ғой. Сондықтан бірге тұрып қаржы үнемдейік. Саған қолымның ұшын тигізбеймін деп уәде берді. Ару Исламның бұл ұсынысын ой елегінен өткіземін, сосын хабарын айтармын деді. Бірақ хабар айтуға еш асықпады. 2 апта шамасында Ару жалақысын алды. Алатыны аз ғана жалақы. Онысы не телефонның қарызына, не үйдің ақысына жетпеді. Ақшаны қалай жеткізерін білмей Исламға хабарласты. Ұсынысын қабыл алып, тек қол ұшын тигізбеуге уәдесін алды. Солай Ислам мен Ару отбасылық жатақханаға орналасты. Екеуміз жас отбасымыз, әзірге баламыз жоқ деп алдап кіріп алды. Басында барлығы жақсы болды. Ислам берген уәдесінде тұрып жүрді, бірақ соңынан Аруды өз дегеніне көндірді. Қалай өздерінің жақындасып қойғанын білмеді. 2-ші күні тағы қайталанды. Бірақ сол жағдайдан кейін Ару Исламға ренжіп, мені тек сол үшін ғана пайдаланып жүр екенсің, уәдеңде тұрмадың деп қатты ашуланды. Ислам кешірім сұрап, енді қайталамаймын, берген уәдемде тұрамын деп сөз берді. Солай екеуі өзара түсінісіп бір ай жақсы тұрды. Бірақ бір күні Ислам кішкене ішіп келіп, қайта уәдесін бұзып алды. Бұл уақытта Ару қатты ренжіп Исламмен сөйлеспекші болды. Бірақ арты ұрысқа айналып, екеуі екі жаққа кетті. Ислам өзінің жолдастарымен бірге бөлек кетемін деп шықты. Солай өзінің барлық киім-кешектерін жинап шықты да кетті. Ару өзі жалғыз қалды. 2 апта өткен соң Арудың жүрегі айный бастады. Еш тамаққа тәбеті болмай жатып қалатынды шығарды. Әлсіздік бойын билеп алған. Өзі медицина қызметкері болған соң бірденен не болғанын біліп ақ тұр. Бірақ күдігі сейілсін деп жұмысынан аз мөлшерде жалақы алып жекеменшік емханаға келді. Тексеріліп көріп еді, өзінің күдігі расталып, жүкті екеніне көзі жетті. Көп ойланбастан баланы алдыртып тастауға шешім қабылдады. Бір жағынан әке-шешесін ойлады. Арттарына кір келтіремін деп беттеріне қалай қараймын деді. Сол оймен ғана жүрген Ару бір апта өтер-өтпес сол емханаға қайта барып баланы алдырып тастады. Артынан кішкене ем қабылдап ауылына қайтып кетті. Арудың қайтып кеткенін білген Ислам көп ұзамай хабарласып, барлығын басынан бастағысы келетінін, әлде ұнататынын жеткізді. Бірақ Ару өткен кезге қайта оралғысы келмеді. Исламға аяғы ауыр болғанын, баланы алдыртып тастағанын, қиналғанын бәрін түгелімен айтты. Енді екеумізді байланыстыратын ештеңе жоқ. Сондықтан өткенді ұмытып, жаңа өмір бастаймын деп Исламнан бас тартты. Әңгіменің соңы.